Сәлем құрметті құрбаным. Бүгінгі видеода өмірімізді түбегейлі өзгертетін 9 сөзбен танысатын боламыз. Бұл сөздерді күнделікті таңертең тұрған кезде аффирмация сияқты бірнеше рет қайталасаңыз болады. Күні бойы да қайталап жүрсеңіз болады. Видеоға лайк басып, міндетті түрде каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Жаңа шыққан видеоларды ең алғашқы болып көру үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Ең бірінші сөз ол үміт. Үміт адамды кез келген қиындықтан құтқарады. Қандай да болмасын қиындық кезінде мен жақсылықтан күдер үзбеймін, мен үміттенемін деп айтыңыз. Айтқаныңыз міндетті түрде орындалады. Екінші сөз сәттілік. Сәттілік психологтардың сөзіне сүйенсек, сәттілік өзінің атын атағандардың қасында болады. Алайда бұл сөзді қолданған адам өз-өзіне сенімді болу қажет. Менің жолым болып кетсе екен, бәрі сәтті аяқталса екен деп сенімсіз айтқанның орнына міндетті түрде өзіңізді сенімді сезініп, барлығы сәтті аяқталады. Мен сенемін деп айтқаныңыз дұрыс болады. Үшінші сөз сүйіспеншілік. Әрбір адам ең алдымен өзін жақсы көру керек. Сонымен бірге, әрқашанда өзіңіз үшін қымбат жандарға мен сені жақсы көремін деп айтуыңыз керек. Бұл сөз де өмірді түбегейлі өзгертеді. Себебі адам өміріндегі сезім мен сүйіспеншіліктің орны орасан зор. Бұл сөз сізге үй немесе көлік алатындығыңызға кепілдік бермейді, алайда ішкі жан дүниеңіздің көркеюіне зор үлесін тигізері анық. Төртінші сөз табыс. Әрбір бастаған жұмысыңыз табысты болу үшін бұл сөзді жиі айтуыңыз керек. Нәтижесінде сіз өзіңізді іштей тәрбиелеп, табысты қызметкер атанасыз. Жай ғана бұл жұмысым табысты аяқталады деп айту жеткілікті. Бесінші сөз жақсылық. Бұл сөзді айтқаннан гөрі амал еткен пайдалы. Өзгелердің сізге қол ұшын созған қаласаңыз, алдымен өзіңіз басқаларға көмектесуіңіз керек. Сіз жасаған кез келген жамандықта, жақсылықта өзіңізге қайтып келетінін ұмытпаңыз. Себебі өмір бумеранг. Сізге бүгін ешкім көмектеспеген болса, өзіңізді кінәлаңыз. Себебі сіз де өзгелерге қиын сәтте көмек көрсетпегенсіз. Алтыншы сөз сенім. Әрқашан өмірге, тағдырға сенім арта білу керек. Қиын кезде барлық мәселе шешілетініне сену керек. Әрбір адам үнемі бүгін болмаса да ертең бұл мәселе шешілетініне сенемін. Мен өзіме де тағдырыма да сенемін деп айту жүру керек. Жетінші сенімділік. Сенім мен сенімділік ұқсас болса да, екеуінің мағынасы әртүрлі. Сенім өзгеге сену болса, сенімділік әр адамның ішкі мені, яғни өз-өзіне сенімділік. Егер сіз өзіңіздің күшіңізге және дарындылығыңызға сенімді болып, тәуекел етсеңіз, жетістікке жетесіз. Әрбір жұмысыңызға не жаңалығыңызға өзгелерді сендіре білу үшін алдымен өзіңіз сенуіңіз керек. Сол кезде өмірде өз орныңызды таба аласыз. Сегізінші өте маңызды сөз денсаулық. Бұл сәттіліктің кепілі. Сіздің өміріңіздегі ең құнды сыйлық, баға жетпес байлық денсаулық. Денсаулыққа сіздің ішкі ойыңыз бен сөзіңізде әсер етеді. Сол себепті үнемі жақсы сөз айтып жүру керек. Уақыт пен ақша адамға ешқашан жетпейді. Тоғызыншы сөз рахмет. Бұл сөзді әрбір адам күнделікті айтып жүру тиіс. Үнемі өзгелерге алғыс айтып жүру сіздің күніңізді шуақты ете түседі. Ата-анаңызға, достарыңызға, күйеуіңізге, жалпы айтқанда жаныңызға жақын адамға сенің бар болғаның үшін рахмет деп айту керемет сезім емес пе? Адам өз өмірі мен тағдырын кез келген уақыт өзгерте алады. Тек өз-өзіне сенімді болу керек. Өз-өзіне сенімді адам ғана өмірде өз орнын тауып, жетістікке жете алады. Алайда адам өміріндегі кейбір қарапайым сөздердің өзі өмірді түгелімен өзгертуі әбден мүмкін. Иә, сіз дұрыс оқыдыңыз, өмірді, тағдырды өзгертетін қарапайым сөздер бар. Бұл сөздерді күнделікті өмірде жиі қолданып, амал етсеңіз, жетістікке жетіп мақсатыңызды орындайтыныңыз анық. Құрметті оқырманым, каналға жазылып, видеоға лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Каналымда болғаныңызға рахмет.